Милей телеканалда хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Қала ислами илимлер медресесіне талибелер қабул етіліп девам етер. Ел бұл оқуф юртундан 20-ге яқын имам чықы. Бөлі білгілі адамлар қырымға керек. Элбет кейфиетлі ислами тасил елде етіліп мевзуна Дауд Чахалов девам етер. Эдем Люманов бір қач ел евелсі қалай медресесінің мудирі вазифесіні еда етіп башлады. Бунин бір вақытта талибелерге Құран оқымақны менімсемеге ярдым ете. Umumi olarak Kırım'ın çeşitli köylerinden, şehirlerinden dört bir taraftan talebelerimiz geliyor. Bu yılda elbette yanı talebelerini kabul ettik. Pazar günü 15. Avgust günü bizim mülakatımız yani собеседованиямыз olup geçti. İmam Maturidi adına Kala İslami İlimler Medresesi öz kapılarını 1998 sene sentyabr ayında açkan edi. 23 yıl devamında bu yerden 1000'den ziyade mezun çıktı. Kırım imamlarının ekseri kısmı Kala Medresesi'nin bağlıdır. Yıl-yıldan dini tahsil almağa istegenlerinin sayısı arta. Medrese inkişaf ve modernizasya etili. Yakında binaga gaz geçirildi. Yataklar ve şahsi şeyler için dolaplar bu medresede kişiler korpusunun odasıdır. Talebeler tatillerde bulungan vakit bu yerde kosmetik tamir işleri geçirildi. Gaz geçirilgen son eski çoyun borular yerine mına böyle yanı radiatorlar yerleştirildi. Medresenin mezunları tolu arta tahsil hakkında attestat ve orta mütehassıs dini tahsil hakkında diplom elde eteler. Bu ise okuf korpusudur. Bu yerde talebeler okuylar, bilgilerini arttıralar. Şimdi ayaklar boş, bala sesleri eşitilmey. Okuf yılga hazırlık kete. İslami İlimler Medresesinde okumağa istegenler arasında kızlar da çok. Былтыр 1. ve 2. sınıflarda 20 talebe tahsil aldı. Kun müracaat eteler, telefon açalar bizlerge. Yani yerlerde var ama belli bir miktarı var. O için aşığınız. Bu yerde 30'ga yakın student, yigit ve kız tahsil ala. İnşallah umut etemiz ki okul yılı başlaganda kısmet olsa tolu kolemde bizler yanı okul yılımızı başlagan oluruz. İmam Maturidi adına Kala İslami İlimler Medresesine okuşka kirmek için vesikalarının standart paketini tapşırmak ve mülakattan geçmek gerek. Dawud Chakhalov ve Said Vlilayev, Millet için Jankoy rayonu. Kurman rayonun Petrovka köyünde Дружба народов, yani halkar dostluğu parkı rekonstruksiya talep başlandı. Gayırdan teklif işlerini iki basamakta geçirmege niyetlenyeler birsinece 24 milyon ruble ayrıldı. Köylülerden rahatlanmağa sevgen yerleri nasıl dönüşecek hakkında bizim levhamız. Чешит межгулиетлер ве Ананеви Чапуф Абдурайым Беляловның sabası бойле башлана. Лично и всем жителям. Шахсен мен ве Петровка койының эпсы сакинлері паркта реконструкция ишлері кечкенini истередік. Ве эпсы сакинлер бұ ерде ратланмалары үшін. Аман-аман эпсы байрамларына Петровка койының сакинлері бұ ерде қайдете еділер. Мария Никитина яшлығында бұ ерге ана бабасынен келгенні хатырлай. Бала күлкісі, гүллер қоқысы ве шадырвандан сув сепілуі. Оның көзлері өгінде аляда бойле манзара тұра. Он был красивый парк. Бұл пек дүлбер ер еді, чүнки яңы, яқында отырылған еді. Ве шадырван бар еді. Шымды исе әршей ескірді ве біз яңыдан yapılmasını bekleydik. Әршейіні яңыдан yapacaklar ве ниет біз бұл күнні көрдік. Реконструкцияны августның бірінде башладылар, біріншіден коммуникациялар кечірілуінен оғраштылар. Ишлер оңайтлы шәр мұйтының шекілленуі адлы программа бойынша алып барла. Паркның ғайрыдан тікленілуіне 24 миллион рубле айрылды. Шымдықы вақытта асфальт хаты ерінден көчірілі. Техниканың 3 нұсқасы ве 5 адам чалыша. Бұл 3 механизатор, құружилық қысымның ребері ве прораб. Шымды геодезист келіп етежек. Паркта яңы ратлану зоналары пейда олacak. Қошмас кемлелер, урналар ве видео көзету ерлештірілежек. Реконструкция ішлеріні екі қысымға бөліп кечірмеге планлаштыралар. После первого этапа он... Бірінші басамақтан соң о açılacak. Біз енді бұ ерді yapılғанынен құлана білежеміз. Ама бұнен бірге біз емде лейха смета весихаларны да yapамыз. Да, дигер программаларда иштирак етмек ве реконструкциямызны девам етмек үшін. Ве екінші басамақта біз шадырван яңыдан чалашып башланмасы үшін бұтын күчімізні қошачамыз. Паркның яңартылуына ерлі сакилер әнді елінің соңында қимет кесе білежеклер. Алиме Мустафаева, Севиля Меметова ве Максим Голубев. Миллет үшін Курман районы.
Ялан ве русофобиянан сасық патлавы информацион фезада Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның фықырынже бүгін Киевде кечкен Крымская платформа адлы саммитның нәтижесі бойледір. Украина тарафы мейданының мақсадларындан бірі ярмада мевзусының халқара күн мевзусына қайтырывыдыр. Амма Киевның ең бұйық шереклері саммитке келмеділер. Бұл не демек ве не үшін Қырым платформасында қырымлылар іштирак етмей? Бұақта бізімлеп қамыз. Русияге низбеттен санкциялар кенешлетілуім. Қырымның Русиялы статусыны танымамақ бойынша халқара саясеті. Русия ақында ойдырылған залым ішлері. Бұл Киевдегі саммитның мевзуларыдыр. Тедбірнің серлевасы есе Крымская платформа деп қойыла. Сымарышчыларының құлақларыны тапмақ ағыр дегіл. Это все привнесено. Бу эпосы көрсетілді. Весиқалар бар. Бу концепцияны кім ишлеп чықырғаны көріне. USAID американ шirketi. Олар сымарышчылар ола. Ама Киевдегі тогерек маса айтрафында Украина үшін ең бұйық ойыншылар көрінмей. Саммитте не Америка Қошма Штатларының президенті, не Алмания канцлері иштирак еттілер. Украина пайтақтына Киевнің арқадаш мемлекетлерінің реберлері де келмеділер. Ама платформанын мерақланмай жақларыны евелден тахмин етіледі. Никакой перспективы. Бу бір шейге ярамаған орган. Не біз, не де Русия Федерациясы бұнда иштирак етмейджеміз. Анда өзіні үрмет еткен саясетчілеріні көрмеміз. Шерифлі мұсафірлер көрінмей, ама Крымская платформа адлы тедбірнің бюджеті толусынен масраф етілді. Қызметлер оделювы үшін чеклер 7 миллион гривнаға же ете. Бұ есе яқын 20 миллион рубледір. Это торговля своим... Бу антироссия проектінде ой статусыны сатмақтыр. Чоқысы мемлекетлер бұңа пара қошмаға істейлер. Ве бұның үшін Украин режимі бар. Ама Украинаның 40 миллион гражданы насыл параға яшайжағы не Украинаны, не де башқаларны меракландырмай. Делегатлар не бетнен чықышта бұлуналар нутуқлар сықалда яқын келеве атта текрарлана, ама конкрет тешебіслеріні бір кімсе сеслендірмей. Бу штамплардан күрешув усолларындан безді кенді. Олар тек бір шеяқта, бойле сесет әртемі кечмі банкрот олар. Қырым сакинлерінің адындан платформада істеген адам чықышта бұлынды, ама тек Қырымда яшағанлар дегіл. Қачақ саясетчілер ве ярмада қабул етмеген адамлар. Форумның іштиракчілерінден бір кімсе Қырымда 7 ел девамында бұлынғаны жоқ. Бір шейге қимет кесмек үшін жирянда иштирак етмек керек. Бұны әрбір оча, әрбір ilmi іштің оппоненті біле. Шының үшін бізім Қырымымызға келіңіз. Хош келдіңіз. Саммитның бірінші күні нәтижесінде декларация қабул етілді. Бұл дүнияда ең ақылсыз ве бір кімсеге керекмеген иштір. Киев шабашы яңы бір шей кетірмеді. Эп шу әркез безген масаллар, Қырымда аннексия, ишғал, милитаризация қында. Эп қырымлыларының нұқтайы назарына ве сечувның сербеслігіне бір кімсе дыққат айырмай. Адамлар 2014 сене тамам сербес сайлав кечірділер. Комшулардан фарқлы оларақ біз Қырым сакилері бұл мевзуақта не түшінгелеріні сорадық. Олар бұл саммитақта не түшінелер ве білелер масылында. Крымская платформа бұл не дегенлері ақында аттап білмейім. Бірінші келген фікірім мобиль бақ кібі бір шей. Жауап бермеге қиын. Бұл шей ақында бір шей білмем, ве білмеге істемем. Бұл платформа, трен келе ақылыма платформада тұрып беклейсін. Бұл платформадан Қырым локомотив 7 ел евелсі көчті. О заман ярмаданың сакилері Украинадаки девлет авдарылмасыны қабул етмеділер ве оз йөнелішіні сечтілер. Бұл инкишаф аман, эсенлік ве абаданлашу йөнеліші олды. Алиме Мустафаева, Ильмас Аблакимова, Лилия Ислямова ве Рамазан Аливапов, Миллет üçün. Су ярымадаға қайты тамам бір ел евелсе, августның сонында Қырымда график бойынша су беріп башладылар. Баз ерлерде ойчте yok еді. Федераль ве Cumhuriyet Hakimiyetінің оператив қарарлары ве мекаслы лейхалар меселені чезмеге ярдым еті. Бұақта Лилия Ислямовның левхасы. 5-10 ве 20 литрик пластик шешелер. Қырымларының сув едігі саба 2 саат ве ақшам 2 саат. Алушта бір хач ай велсі бойле график бойынша яшады. Кемерде о қадар чіркін ола ки, шашарсын, мұна бақыңыз, сув yok.
Сувнен тиминлевде ақсавлар эмде Кырым сакинлерінің кесесіне тесір етті. 20 литрик баклашканын орта дәрежеде фияты 200 рубле. Давлетовлар құрантасы бір елда тек сув сатын алуына 15 бинден зияде рубле масраф етті. Біз баяғы чекіштік, сувны қайдан алмаға білмейдік. Шымды енді көргеніңіз кібі сув бар, теміз сувақа. Меселе yok, енді суымыз геже күндіз бар. Яғанақ сувларында назақ денізі түбінде тусыз сув едеклеріне же. Кырым алимлері меселенің бір хач чезілув еліні теклиф еттілер. Эм сув асты сувлар, эм үстен аққан сувлар, эмде текрар kullanılған сувның темізленілуі. Яни бұлар эпсы çalıştı. Эмде бұйық рөлні табият ойнады. Тамам табият bu sene çok yağanak berdi ve эпысы сув анбарлары толды. Енді апрель айында вазиет доғырланды. Кырым пайтақтының сакинлері үшін график емшантылды. Сув бір суткада 18 саат берілді. Бұ язда Керечте, Ялтада Бақчасарай районында ве Ахмеджетте бір хач йыллық яғанақлар нормасы яғды. Ама бұна бағмадан сув етішмемізлік меселесіні чезмек үшін Кырым акимиеті скважиналар қаза ве сув yollarını құра. Cuma ertesi күні sabah saat 6'da Ахмеджет su boruğunun yanı sistemasına geçecek. Erkun sabah saat 6'dan gece saat 12 gece. Sıcak suvsız. Böyle grafiknen biz hiç olmadım yılının sonuna vaziyetini stabil tutmağa imkanımız olur. 2 yıl evvelsi Seyitli rayonu yanında yanı Şerin suv yolunun sonki basamağı yekünlendi. Şimdi o 2 şehirni Kefe ve Kereçni suvnen temin etti. Yaltada da suv temizlenü tertibatını kurmağa niyet var. Bular hepsi Kırım sakinlerine hurgaqlıq vaqtında suvnen olmağa imkan beri. Liliya Islamova, Akim Bekirov, Millet üçün. Cumhuriyetinin 26 mektebi bugün Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversiteti'nin işbirlik hakkında anlaşma imzaladı. Ali Okuf yurtunun bazısında uyken sınıflarının talebeleri zenatan evvelki hazırlık geçecekler. Mühendislik, pedagogika ve ruhiyat temelini öğrenecekler. Praktika yıldan beri amelge geçirili, bu işke tahsil, ilim ve yaşlar nazirligi kol tuta. В прошлом году Geçken sene bizde böyle tecrübe olgan edi. Üniversitetinin bazasını kullanıp, mektep talebeleri öz ameli bilgilerini kullandılar. Leyhalar işlep çıkardılar ve gelecekte onlarını maksus komissiya günde korçaladılar. Ali Okuf yurtunun bazısında iki mütehassıs yöneliş açıldı, ruhiyat pedagogika ve mühendislik. 2020 sene 10 mektep işbirlik hakkında anlaşma imzalangan edi, 250 talebe koşma bilgi aldılar. Bu sene 40'a yakın tahsil müessesesi istek bildirdi. Bu ise 1000'e yakın talebe. Biz anlayımız ki onlar bir haç vakitten son başka okuf yurtlarının ve üniversitetlerinin abituriyentleri ola bileler. Ama balalar tap mektep çağından Ali tesirge hujulganlarını asılında pek yaxşıdır. Çoxusu balalar ne yerde iş zanaatını elde etmek mümkün değiller. Ve bu iş zanaatı nazari ve ameli kursu ile Fevzi Yakubov adına KMPU Üniversitetinde verilecek. Yarımada ve ondan tış belli Qaray Böreği Vkuсы России adlı konkursta taqdim edilecek. Niçin milli yemek bu kadar rağbetli olgan hakkında ve ağıqi Qaray aşının pişirilüğünde nasıl sırlar olgan hakkında Davut Çakhalov bilir. Bu kiçik köbetege oşağan şey. Yemekni turistler pek sevi. Çetlere burulgan börek öz lezzeti ve universalligi için meşhur oldu. Onu hem sıcak hem soğuk aşamak mümkün. Bu böreklerinin damını Kırım'dan uzak yerlerde bileler. Kırım'a gelgen turistler bu yemekni begeni paşaylar. Karaimski Pirojok adlı Brand Vkuсы России adlı milli konkursunun nominantı oldu. Umumen Qaray yemeğinin 80 retsepti var. свежая баранина. Тазе қойды, бүгін саба кетірділер пек тазе, шының үшін лезетлі olur. Қой етінден пішірілген аневи бөреклерден ғайры, да тувар ве көкүш еті ішлетіле. Домус етіні қарайлар ашамайлар. Кімерде ет еріне вишне ве дегер шейлер қошула. Балалықта битамларда отырып, құлағымыз янында бөрекні сала едік. Зеде іштілсе, демек анда сув чоқча. Ве давалашып, оны қашықнен саяйдық. Менің битамда адетінже 11-12 чай қашығы сув чықайды. Рецептлерден бірі сақланыла ве несілден несілге кече. Хамыр үч шейден басыла. Бу un, сув ве яғ. Раньше делали, конечно... Эвелері әлбет башқа яқ қоланылайды. Шымды бөйле шей yok. Мисал оларақ, ерітілген құйруқ яғында, яда оны күнәйлән яғынен қарыштырып, шымды бұлар епсі қарыштырыла.
Борекнің бұйыклігі адетінже десерт табағының ярысы қадар олмалы. Сықалда бұ аш пішірлівінде бүтін хоранта, атта энкечіклер іштирақ ете. Енді яймақ мүмкін, Алиса, сенде кел. Вкусы России конкурсында іштирақ етмек үшін 200-ден зияде истек білдірілді. Олар мемлекетіміздің 47 регионындан топландылар. Бұл сене Жұмхуриетімізден бөйле брендлер теклиф етілі. Ялта соғаны, Қырым шарабы, зейтун, утекі ве қарай борегі. Даутчахалов, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Ковид кері қатмай ашы яптырмақ яда яптырмамақ бұл қарарына еркес озалы, амма месулетлік умумидір. Хасталықтан қорчаланмақ үшін тек бір ел бар ве ойледе қала бұл коллектив иммунитеті. Қырмызы зонадан Лилия Ислямовнан левқасы. Баш ағыртысы, өксірік, көксімде ярым ағырта. Ясы жағыңыз не қадар? Бақча сарай меркези район хастаханесінің базасында açылған ковид-госпиталь. Палаталардан өксірік ішітіле. Адамлар зорнен нефес алалар. Александр Кулаковынды бір айдан бірлі тедевилене. Әрші пневмония хасталығындан башланды. Ақ жігерлері 5% зарарланған еді. Бұндан сон алы ағырлашты. Был в тяжелом состоянии. Ағыр алда едім, дайыма кислороднен нефес алдым. Енді не қадар ятханымны атта сайып оламам. Имканым олғаны қадар гимнастика япам. Ақ жігерлерімі чалыштырам. Александр Кулаков ковидтен ашы яптырмаға ашықмады, енді оны күнделік процедуралар беклей. Қомшу палатадан ятхан Тамара Андриянова ашыламаның 2 басамағыны кечті. Бұна бақмадан хиянет вирус епсі бір зайыф иммунитетіні енді. Легче, да. Эбет енгілде бірінші керемен пек ағыр хасталандым. Сыжағым чоқ вақыт 39 еді. Эвелері кислород береділер. Шымды госпитальге яны донатма етіп келе. Бұ кислород концентраторлары. Хасталар үшін бұ аппаратлар ағығы құртарылув. Чүнкі нефес алмақта енгілік берелер. Они используют... Олар этрафтаки аваны қоланалар. Оңа дымлық қошыла ве бұ хастаға маскадан келіп еті. Қызыл зонаға тек максус хорчалав киемелерде кірмек мүмкін чыққанда есе бір сара дезинфекция процедураларыны кечмек керек. Ковид-госпитальде смена чалышан экимлер айны процедуралар циклны бежерелер күн төневінікіні андыра. 12 сат еш тоқтамай Люман Люмановны саз зенаты гастроэнтеролог эким. Ама яқын бір ел евелсі оны ковид бөлігіне кечерген еділер. Ну, нюансов много на самом деле. Аслында инжеліклер чоқ. Мисал оларақ, шақси қорчалав васталарда чалышмақ енгілдегіл. Шымды яс вепек сыжақ. Кімерде кірлі зонада чоқ вақыт бұлынмақ керек ола. Бұндан біраз yorulасын. Бақча сарай ковид-госпиталінде яқында реанимацион бөлік açылды. У нас как раз процент... Бізде ағыр хасталарының сайысы башқаларға баққанда бір аз жайды, чүнкі реанимация бөлігі жоқ еді. Шымды есе бізге интенсив терапияда мұқтач адамлар келе, мына шымды де анда 2 хаста болуна. Хасталықтан қорчаланмақның чаресі бар коллектив иммунитет. Ковиднен хасталанғанлар чоқлаша. Біз стабиль yüksek рахамлардамыз. Яңы коронавирус инфекция ве пневмония станцияларында 3000-ден зияде адам. Яни біз көреміз ки, бұ көстергіч бізде ексілмей. Ве сыңырланулардан ғайры бұ вазиеттен чықмақның тек бір yolu бар. Бұ ашыламадыр. Ашы яптырмақ яда яптырмамақ бұ қарарны еркес өзі ала. Ама месулиетлік умумидір. Лилия Ислямова, Артур Чалы, Миллет Ичун, Бақча сарай. Шымдaki дақаға бұл хаберлерінің епседі келечек еніміздің қачерманыз.